Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға бүгін 18 қыркүйекке арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Тоқтылар, бұл күні ішкі дауыстарыңызды тыңдай біліңіздер, әсіресе айналаңызда адамдарға байланысты сізді алдағысы келіп жүрген жандар бар. Торпақтар, ұзақ уақыттан бері жасап келе жатқан еңбегіңіздің нәтижесін жоққа шығармау үшін аса сақ болыңыз, әсіресе құжаттарға абай болыңыздар. Егіздер, жеке өміріңіздегі қиындықтар артта қалды, қазір тек бақытыңызға бөлене біліңіз, артық нәрсе ойдаудың қажеті жоқ. Шаяндар, сыртыңыздан негізсіз өсек айтушылар пайда болады, оларға ашуланбаңыз, жақында өздері аярлық жағдайға тап болады. Арыстандар, сіздер тұратын жерлеріңіздің берекесін кіргізуге кірісесіздер, жаңа жиһаз сатып алсаңыздар сәтті шығады. Бикештер, сіздер кез келген ұсақ мәселе үшін көп жан қуатын жұмсайсыздар, жұлдыздар мұндай жаман мінезден арылуға кеңес береді. Таразылар, отырыстарға барсаңыздар, дүние мүлік жайлы сөз қозғаудың қажеті жоқ, ешкімге міндет артып әңгіме айтпағаныңызда абзал. Саршаяндар, сіздерге батыл шешімді нық және тез қабылдауға тура келеді. Ең бірінші келген ой ең дұрыс шешім дейді жұлдыздар. Мергендер, қаржылық қиындықтарыңызды ешкімнің иығына арта алмайсыз, бәрін өзіңіз шешесіз және өте жақсы шешесіз. Тауешкілер, соңғы кезде бос істер мен сөздерге көп уақытыңыз кетіп жүр, жақында бұл жағымсыз нәтиже берсе таңғалмаңыз. Су құйғыштар, бір кездері ренжіткен адамдардың жалған тәтті сөздеріне сену үлкен қателік болмақ. Бұрынғы жағымсыз ортаға қайта түссеңіз, ешкімді жазғырмаңыз. Балықтар, бұл күнді кітап оқып, рухани құндылықтарыңызды қайта қарауға арнаңыз, ал күннің екінші жартысында көптен күткен хабарыңыз келеді. 18 қыркүйекке арналған жұлдыз жорамалы осындай, жұлдыздарыңыз жарық болсын. Жұлдыз жорамал.